Бәріне сәлем, байланыста саяхаттаймыз арнасы. Бүгін Другая сторона коробка атты киноны қысқаша айтатын боламын. Ал видео бастамай жатып, арнамызға тіркеліп лайк баса кетіңіздер. Жас жұбайлар ас әзірлеп жатады. Және Рождествоны асыға күтуде. Бір кезде есікті біреу қағады. Ол Шонның досы. Ол досына Рождествоға сыйлық алып келген екен. Бірақ оның түрінен қуанышты байқамаймыз. Досы үйіне шақырмаған болса да, ол үйге кіруге рұқсат сұрайды. Әрқайсысына өмірлерінде қандай жаңалық болғаны қызықтырады. Сосын Шонның досы Рейчел үйде жоқ екенін айтады, және оны көрмедіңдер ме деп сұрайды. Бірақ ол жұмақ болып қалады. Сосын досы оған сыйлық береді. Және сыйлықты жеке өзің аш, сосын хатта не жазылғанын оқы дейді. Шонның ойында бір қарапайым бір сыйлық деп ойлайды. Сосын сыйлықты қуанышты күйде алады. Бірақ оның ішінде қарапайым бір коробка бар екен. Ол бүкіл жарықты жұтып тұрғандай. Неге сонша қараңғы екенін өзім де түсінбедім. Сосын Шоннан кешірім сұрап, ол жерден табанын жалтыратады. Бөлмеге бір қыз кіріп келеді де, олар коробканы зерттей бастайды. Шынымен де коробкада жарықты жұтып тұрғандай екен. Ал ол жерге затты тастасаң шаңырауға ұшып жоқ болып кетеді. Шон қолын тығып көрмекші болады, бірақ қасындағы қыз оны тоқтатып үлгереді. Дәл осы сәтте оларға идея келеді. Жазбада не жазылғанын оқып көру деген. Ол жазбада досы өкінішті, бірақ мен бұл коробканы біреуге беруім керек болды. Және ол коробканың ішіндегі адамның біреу қарап тұрса қозғала алмайтынын анықтап үлгеріпті. Артына әлгі қалам түсіп кетеді. Оны әлгі адам тастап жіберді. Шон амандасады, бірақ әлгі адам еш үн қатпайды. Кісі жай ғана қозғалмай қарап тұр. Шон телефон арқылы досына хабарласпақ болады. Дос көтермейді, ал әлгі кісі оны бақылап отыр. Шон әйеліне бұл үйден қашып кетейік дейді. Әйелі оған көз алмай қарап тұрса, ол қозғалмайтынын есіне салады. Және әйелі Шонға досыңа қайтадан хабарласшы деп айтады. Кісі жай ғана қарап отырғанда. Әйелі одан көз алмай қарап тұрғанда Шон оның назарын өзіне қаратып қояды. Сол кезде әлгі кісі қолын коробкаға қойып үлгерген екен. Қыз одан бізден саған не керек деп сұрайды. Бірақ ол ешқандай сұраққа жауап бермейді. Бірақ оның қауіпті екені түсінікті болды. Ол коробкадан шықса не болатынын кім білсін. Оларда план пайда болады. План бойынша әйелі одан көзін алмай қарап отырады, ал Шон сыртқа шығып таныстарын іздеуге кетеді. Басында әйел көнбейді, бірақ ақыр соңында басқа жол болмағандықтан келіседі. Кетіп бара жатып Шон қауіпсіздік үшін әйеліне пышақ береді. Біраз уақыттан соң Шон бір жігітпен байланысады. Ол жігіт те коробкадағы кісіге қарап отыру керек болған екен. Жігіт Шонға үйге қайта барма, ол жерде енді қауіпті, ал әйеліңді енді құтқара алмайсың деп айтады. Бірақ Шон тыңдамай үйіне қайтып барады. Әлгі кісі үйді тас қараңғы қылып тастаған екен. Электр қосқыштардың барлығын дерліктей бұзып тастаған. Стол құлап жатыр, ал шалшықта әлгі пышақ жатыр. Шон жертөлеге түседі. Ол жақтан әйелінің дауысы шығып жатыр екен. Шон ол жерден де қосқыштың бұзылғанын көреді. Ол жерде әлгі коробкадағы кісі тұр. Шонның артынан бір дауыс шығады. Ол арқасына қарағанда әлгі кісі жоқ болып кетеді. Сол кезде ол жоғарыға шығуды ұйғарады. Бірақ оны жертөленің кіреберісінде біреулер күтіп тұр. Олар оның жанында жүргендей болады. Енді Шон жан-жағына қарап жүруге мәжбүр. Бұлар кімдер деген сұрақтың жауабын біз де біле алмадық. Кино авторы коробканың құпиясын ашпауды ұйғарған екен. Мен сіздерге бұл киноды жеке өздеріңіз қарауларыңызға кеңес беремін. Осымен кино аяқталады. Сіздермен бірге болған саяхаттаймыз арнасы, арнамызға тіркелеміз. Және де лайк басып кетіңіздер. Келесі кездескенше.